Президент сайлауын өткізу жөніндегі бастаманы отандық ғалымдар мен сарапшылар да қолдап отыр. Олардың пайымынша Қазақстан маңызды саяси науқанды өткізу арқылы сыртқы қауіп-қатерлерге төтеп бермек. Отандық ғалымдар Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысын бір ауыздан қолдады. Мұндай шешім демократиялық күштер жалпыұлттық коалициясының таяудағы отырысында қабылданып, Ұлттық ғылым академиясының президиумында бекітілді. Белгілі ғалымдардың пікірінше, Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасын қолдауға екі себеп арқау болған. Біріншіден, ата заңымызға сәйкес, бір жылда мемлекеттік дәрежедегі екі бірдей сайлау өткізуге болмайды. Екіншіден, әлемдегі саяси ахуал. Енді президент сайлау ол өте маңызды елдің тағдыры үшін. Сондықтан президент сайлауын бірінші 15 жыл өткізу керек. Алдымызда халықаралық жағдай, экономикалық жағдай әртүрлі құбылыстарға түсу мүмкін. Мұндай жағдайда оның алдын ала етек жеңімізді жинап, осы президенттік сайлау өткізіп алу өте қажет. Республикалық әйелдер кеңесі де осындай пікірде. Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысы дер уақытында жасалды. Енді оны барлығымыз бір ауыздан қолдауымыз керек. Сонда ғана бірлігі бекем ел боламыз, дейді Республикалық әйелдер кеңесінің төрайымы Нина Каюпова. Біз еліміздің кез келген қиындықтар мен сынақтарға төтеп бере алатынын білеміз. Біз ел тағдырына бейжай қарамайтын азаматтарды және еліміздің патриоттарын мемлекеттің болашағына тікелей әсер ететін осынау сәтте жұдырықтай жұмылуға шақырамыз. Бүгінде ғаламдық қаржылық экономикалық дағдарыс көптеген мемлекеттердің әлеуетін төмендетіп отыр. Дінаралық және ұлтаралық келіспеушіліктер туындап, қарулы қақтығыстар ушыға бастады. Еліміз мұндай келеңсіз жағдайда дамыған осы елдің қатарынан көріну, халықтың әл-ауқатын күшейту үшін Қазақстан 2050 стратегиясын негізге алуы қажет. Сондықтан да Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің бастамасын жаппай қолдау қажет, дейді Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының өкілдері. Сайлауды қазір өткізу арқылы біз ерте қамдана оң бағытқа қадам жасаймыз, яғни қоғамды бір мүддеге жұмылдырып, сыртқы қатерлерге төтеп беретін боламыз. Сайлау бұл қоғам кемелдігін тексеретін емтихан. Игі бастама экономикалық және геосаяси тұрақсыздық уақытында ұлттық рухтың нығаюына, қоғамның әлеуетін арттыруға сеп болмақ. Бұл тұтынушылар ұлттық лигасы республикалық қоғамдық бірлестігінің басқарма төрайымы Светлана Романовскаяның ұстанымы. Выборы – это испытание. Сайлау бұл сынақ, азаматтық қоғамның дами түсуіне жаңа мүмкіндіктер ашылмақ. Біз әрине сайлау арқылы барша халық мемлекетімізде бар бағдарламалар мен мүмкіндіктерді түсіне білсе екен дейміз. Біз барлығымыз Қазақстанды одан да мықты гүлденіп өркендеуіне үлес қосуымыз керек. Достық Талғатұлы, Елдар Бақпаев, Қанат Әбілдин, Берік Ақтан, Астана, Алматы.